Сергелдең, екінші бөлім. Ғайша ауылдан келген момын қыз. Ақан жұмыс жасайтын ресторанда ыдыс жуушы болып еңбек етті. Онысы да жетіскеннен емес. Оқуға өз біліммен түскен қызға қалайда Алматының тыныс тіршілігіне ілігіп кету керек еді. Сонау Қызылордада қалған жалғыз әжесінен ақша сұрағысы келмейді. Әке-шешесінен ерте айырылған қызды осы күйеуана өзі бағып қағып, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірді. Ғайша үшін әжесінің ақ батасын алғаннан асқан бақыт жоқ. Күндіз-түні өзін оқуға арнап, емтиханнан құламай жеңпейге түсті. Ол уақытта оқуға түсу оңай шаруа емес. Сондықтан қатарынан оқ бойы озықтар ғана көшкелесетін. Ғайша солардың алдыңғы шебінен табыла білді. Оқуға түскен әжесіне айтқанда, Балхадиша әжейдің көз жасын ешкім тоқтата алмады. Қуанғаны сонша шүкір, шүкір, шүкір деп жылай берді. Құтты болсын айтуға келген көршілері әжейдің шаттана парлаған көз жасына көңілдері толқып, өмірден ерте озған Сәбит пен Ләззаттың бұл күнді көрмегендеріне қабырғалары қайыса еске алысты. Ғайша 7 жасқа толар-толмас кезінде әкесі мен шешесі жол апатынан дүние салған еді. Содан бері жалғыз ұлынан қалған бір ұл бір қызды Балхадиша әжей бір өзі ешкімге қол жайғызбай жеткізді. Ғайшаның соңынан ерген Азамат деген інісі бар. Өзі спортшы. Екеуінің арасы 1 жас болса да, Азамат Ғайшаға ешқашан қарсы сөйлемейтін. Тіпті есімін де атамай тәте дейді. Келесі жылы ізінен Азамат оқуға келетін болған соң, Ғайша барынша жұмыс жасайтын. Күндіз оқу, кешке жұмыс. Байғұс қыз әбден әбіржіп жүрді. Дегенмен намысшылдығы басым, қиындыққа бой бермейді. Өзім бірыңғай сабақ пен жұмысқа арнаған ару үшін Ақанның кім екені қызықсыз болды. Қыздар қылғынуға дайын болған Ақанға Ғайша көзінің қиығымен де қарамайтын. Бірақ жазмыштан озмыш жоқ.